бұл ілім, бұл құлшылық негізінде. Өте дұрыс. Анау ойбай бүйтіп жатыр екен, мынау күшті сөйтіп жатыр екен деп келіп оқуға келдің, сен ойлаған нәрсе болмай қалды да. Ожидание реальность дейді ғой. Иә, ожидание реальность. Сол нәрсе болмай қалды, сосын не істейсің? Ой, бұл айтар едім, ол адам әр нәрсенің басын шалып жүрген адам, өмірде жетістікке жету қиын ол адамның. Ананы бір көреді, сынып қалады, мынаны бір көреді. Тұрақсыздық қой ол. Ертең семьяда да мысалы әйелің ұнамай қалды ма, достаточно болмайды ол. Көрдіңіз ба? Сондықтан адамға тұрақтылық керек. Тұрақтылықтың алдында не керек? Ол ананы ойланып алу керек. Осы менің салам ба, мен өзімді көре аламын ба сол салада? Мен тұрақты соңына дейін шыдап бере аламын ба? Өйткені ілімнің жолы өте ауыр жол. Неге адамдардың бәрі ғалым болып кетпейді? Бола алмайды, өйткені ол ғалымдық ілім жолы бұл өте ауыр жол. Көрдіңіз ба? Сондықтан анау-мынау адам бұл жолда табан терлемесе, маңдай терлемесе, табан тепшімесе, бұл жолда табандылық таныту өте ауыр. Мүмкін Алла тағала да өзінің асыл дінін қорғау үшін електен де өткізіп алатын шығар деп ойлаймын. Адамдардың ішін тексеріп алатын сияқты. Бір тексеріп көреді, ықылассыздары қала береді жайлап, ықыластылары оны алып шығады. Ол анау ықылассыздарға сабақ, басқаларға сабақ болды деген дейді. Басқаларға сабақ болады, және бұл ертең ықылассыздар дінді құртады ғой. Иә, дүмше молда дін бұзар дейді қазақ айтады. Көрдіңіз ба? Ертең дінді бұзбас үшін Алла тағала осындай адамдарды алып қалатын шығар деп ойлаймын өзім солай.